Айнағын көз түлкіне құмыран. Егін ора келген шаруа сүт құйып алып шыққан құмырасын шөптің арасына тығып, өзі алқапты аралап кетеді. Бұны сол маңда жортып жүрген түлкі көріп қояды. Оңтайлық сәтті пайдаланып, бұғынып келеді де құмыраның ішіне басын тығып алады. Енді басын шығарайын десе, басы кептеліп қапты. Аңдардың патшасы арыстан жар шаруасын бір қазан суды қайнатып қойып, осы суды кім ішіп қойса көп сыйлық беремін деген шарт қойды. Аңдар бірінен соң бірі келіп, қанша батылдар барса да ішімді батылдар бармашты. Ең соңында қоян келеді да ыстық суды өте жақсы, ішімді өте жақсы көремін. Күндердің бір күнде аңдардың патшасы жолбарыс ауырып сырқаттанып қалыпты. Оны естіген барлық аңдар жолбарыстың үйіне келіп көңіл сұрауға келген екен. Тек түлкі ғана жоқ, түлкі